Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен үй жағдайында жасалатын бургердің булочкаларын жасайтын боламыз. Сондықтан да видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Алдымен булочка жасау үшін жылы сүтке жылы суымызды, 1 шай қасық дрожж, қант және де тұзымызды қосып араластырамыз. Кейін 2 ас қасық сұйық май және де 15 грамм сары майымызды ертіп қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Кейін ұнымызды 2-ге бөліп саламыз. Ұнды барлығын салып жібермеңіздер, өйткені біреулеріңізде көп немесе аз ұн кетуі мүмкін. Қамырымызды осылай бастапқы кезде қасықтың, одан кейін қолымыздың көмегімен илейтін боламыз. Жақсылап илеп алыңыздар. Бізде осындай жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр шығуы қажет. Және осы қамырды жылы жерге көтерілгенше шамамен 1,5-2 сағатқа қойып қоямыз. Және достар, осылай 1 шай қасық сұйық май құйып жіберіңіздер, яғни бұл көтерілгенде жабысып қалмас үшін. Достар, осы описанияда көрсетілген ұн мөлшерінен артық қоспаңыздар, өйткені қамырларыңыз қатты болып кетуі мүмкін. Және де міндетті түрде балғын дрожжды қолданыңыздар. Менде қамыр 2 сағат уақыт аралығында осылай жылы жерде тұрды, жақсылап көлемін ұлғайтты. Енді қамырымызды осылай бір басып жіберіп, сопақшалап алып, оны 5 бөлікке бөлеміз. Кейін осылай етіп бөліп алған булочкалардың қамырын шариктап аламыз, яғни дөңгелектетіп формаға келтіретін боламыз. Және осы формаларды, булочкалардың қамырын 20 минутқа тағы да көтерілгенге дейін қойып қоямыз. Міндетті түрде бетін жауып қойыңыздар, өйткені беті қаязып, кеуіп кетуі мүмкін. 20 минут өткеннен кейін булочкаларымыз осылай көтеріледі және олардың үстін басып шығамыз. Оған жұмыртқаның сарысын бетіне жағып, және де сәндік үшін кунжут сепсеңіздер болады. Булочкаларымыздың қамыры дайын болғаннан кейін алдын ала қызып тұрған 200 градустағы пеште беті қызарғанша 20 минут пісіріп аламыз. Мінекей біздің булочкаларымыз дайын, өздері сондай жұмсақ, үлпілдек болып шығады. Міндетті түрде жасап, қайталап көріңіздер, ешқандай да қиындығы жоқ.